Құрметті бауырлар, бастай берсек бола ма? Құрметті бауырлар, енді біз бүгін сәл өзгешелеу отырып алдық. Өйткені ер кісілер былай, әйел кісілер былай қылып ыңғайлы болса деген ретіміз. Енді жалпы бүгінгі қозғағым келген бір өте үлкен маңызды бір тақырып. Ол Аллаға жақын болу. Осы бір тақырыпты қозғағым келеді. Өйткені мен ойлаймын, исі мұсылман әрбір адам Аллаға деген бір қандайда бір сезімі бар. Аллаға деген сезімі бар. Барлық мұсылман адамның өзі жалпы Аллаға жақын болу ол үлкен дәреже әрбір адамға. Сол үшін біз кейде осы бір мақсатымызды дұрыс түсінбегеннен, соның қадірін дұрыс білмегеннен, осы Аллаға жақын болу деген нүктені біз бір не дейді, кенжелетіп қалдырамыз, кейінге қалдырып қоямыз. Бір сондай мақсатымызды ұмытып кетеміз. Соны мен бірнеше бір маңыздылығын айтайын, сосын қалай жақын болу туралы сол тақырыптың өзіне көшейін. Кіріспе ретінде айтатыным, жалпы Аллаға жақын болу нені береді және қаншалықты маңызды ол. Біріншіден, әрине Аллаға жақын болған адам, қарапайым айтсам, ол әулие болады негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар. Мен өзімнің пендеме де Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзіменен, аузымен айтып жатыр да бізге. Оны хадис құддуси дейді. Алла айтады екен, мен өзімнің пендеме парыз қылған амалымнан артық амалды сүймедім дейді. Тағы айтам. Мен өзімнің пендеме қандай амалды жақсы көрдім дегенде сұрағы да мысалы, соған айт. Мен пендеме өзімнің парызымнан артық амалды сүймедім дейді. Сонда Алланың ең сүйген амалы оның парыздары. Сол Алла Тағаланың парыздарын орындау бізге Алланың сүйікті амалын орындау болады. Оның сөзін жалғап тұрып айтады. Ал енді пендем маған нәпіл амалдар арқылы жақындайды. Нәпіл амалдар арқылы жақындайды. Ол жақын болғаны сонша дейді. Яғни нәпіл амалдар арқылы жақындауға болады екен. Жақын болғаны сонша дейді. Мен оның көріп тұрған көзі болам, естіп тұрған құлағы болам, жүріп тұрған қол аяғы болам. Не сұраса берем, оның панасы болам дейді. Бұлай айтқанда, біздің тілде айтқанда, әулие ғой. Жалпы, осы хадис бізге кіріспе болса, бір-екі заманауи нүкте айтайыншы. Расында да біз кейде Алладан ұзақ болып кетеміз. Оған түрлі себептер бар. Сол ұзақ болғанымыздың себебінен біз кейде өзіміздің құлшылығымыздың дәмін сезбейміз. Біз кейде осы өзіміз Аллаға жақындықты онша сезбегеннен кейін, онша жақын бола алмағаннан кейін, кейде осы діндегі кейбір нәрселерін орындамаймыз. Және одан да маңызды нүкте, біздің ішіміздегі сеніміміз, иманымыз, Құдайға деген сеніміміз, өзіміз ислам, мұсылман деп жүрген адамдардың өзі күнәға баратыны да, намазының қадірін білмейтіні де, мұсылманға сай келмейтін амалға барып қоятыны да содан. Яғни Алладан ұзақ болған үшін біз күнәға барамыз. Алладан ұзақ болған үшін ислам туралы қызығып оқымаймыз. Алладан ұзақ болғанымыз үшін біз мұсылман дегенді нәрсені ат қана қалады бізден. Шын қасиет мұсылмандық ұзақ. Неге? Өйткені біз жүрегімізде Аллаға деген жақындықты онша сезбейміз. Мысалы, Абай атамызда ерекше бір осындай сөз мысал бола алады. Өзінің қара сөздерінде айтады. Сен Алла Тағаланы қайдан ғана танисың дейді. Оны көрдің ба? Оны естідің ба? Қалай дейсіз? Мысалы, Алла Тағаланы қалай танисыз? Таниым деп иман келтіресіз. Иман келтіру үшін, сену үшін оны тану керексің. Ол тану үшін сен қалай таныдың Құдайды?
Көрдің ба, көзің көре ма? Жоқ. Құлағың есте ма? Жоқ. Сөйлесесің ба? Жоқ. Ұстай аласың ба? Жоқ. Онда қалай танисың оны? Онда сен оны танымасаң, сен оған қалай сенесің? Сен өтірікші болып қалмайсың ба дегендей қылып айтып тұр ғой. Осы сөзің өтірік болмай ма сонда дейді да, сен жоқ нәрсеге сеніп жатсың ғой дегендей. Жоқ, олай емес қой. Абай атамыз осы жерде бізді дұрыстап айтады. Мысалы, сол сөзін Абайдың жалғастырмай тұр, бір мысал айтайын. Мысалы, сіз біреуді көрмесеңіз, бірақ көрмей тұрып оған сенуге мүмкін ба бұл әлемде десе, мүмкін дейміз. Мысалы айтайық, сіз бір темір ұстасын, ағаш ұстасын, бір әйтеуір бір затты істеген адамды өзіңіз көрмесеңіз де оның қандай екенін білуге болады. Мысалы айтайық, көбінесе мен осы мысалды ағаш ұстасына келтіремін, ыңғайлы болу үшін. Мысалы, сіз орындықты алыңызшы. Осыны ағаш ұстасы жасайды, осы орындықты. Бірақ осы орындықты жасаған адамды сіз танисыз ба? Танымайсыз. Көзіңіз көрген ба? Жоқ. Естігенсіз ба? Жоқ. Жеке ешқандай қатынасыңыз жоқ ол кісіменен. Бірақ жоқ болса да ол кісінің бар екенін қайдан білуге болады? Ол кісінің ізінен білуге болады. Стол бар ма? Онда ағаштың ұстасы бар. Оны ұстадан басқа ешкім жасай алмайды. Өйткені ағаштың өзіне қарап, мына орындыққа қарап, ұсталықпен жасалғанын білеміз. Логика. Ал енді оның қандай екенін де осы затқа қарап білуге болады. Мысалы, ол кісінің мынандай бояуы бар екенін, осындай өлшейтін құралдары бар екенін, осы орындықтарды сонша өлшеген, қолында матасы бар екенін, оны матаны қағатын кілейі бар, оның неше түрлі аспаптары бар екенін, андай шеге қағатыны бар, басқасы бар. Тіпті мынау аяқтарын домалақтайтын ол кісінің, құдай біледі, токарный станогы бар. Мысалы ше, арнайы станок, құралдары, оны жақсы ұсталықпен істей алады ғой. Біздің алдымызға токарный станок қойып қойсаңыз, бәрі істей бермейді ол жерде. Оны соншалықты әдемі қылу, сондай әдемі қылып, жаңа орныққанда қимылдамайтын, қараңызшы, ешқандай мен әдемі отырмын да, ешқандай бір несі жоқ, тықылдап ар жақ бер жағына ауып кетіп жатқан жоқ. Соншалықты ұсталықпен жасағанына қарап, мен оның қандай ұста екенін де айта аламын. Өте жақсы ұста деп баға береміз. Дәл сол сияқты бүкіл әлемді жаратқан Алланы сен көрмесең де, бірақ Алланың ізін көруге болады. Алланың ізін көруге болады барлық жерде. Яғни пікір, адамның ақылы Алланың ізін табады, іздесе. Сол ізінен көреді. Енді осы бір із туралы бір нүктені төменде айтамын. Осы жерде қалдырып кетейік те Абайдың сөзіне келейікші. Абай атамыз айтады. Ендеше Алла тағала сізбенен бізге 99 есім сипатын үйретті. Құран Кәрімменен хадиста 99-ақ сипаты бар. Алла тағаланың есім сипаты. Бірақ одан көп болуы мүмкін ба? Мүмкін. Омен таусылып қалады деп ойламайсыз ба? Ойламайсыз. Неге? Өйткені Алла тағала бүкіл әлемнің құдайы болу үшін ол шексіз болу керек. Дұрыс па? Шексіз болмаса құдай болмайды ол. Ол құдіреті шексіз болу керек та, қалағанын істейтіндей. Соншалық шексіз болу керек, ол бәрінен жоғары болу. Егер онымен біреу тең болып қалса не болады? Ол құдай болмай қалады. Тіпті Ибрахим сүресінде айтады, жер бетінде екі құдай болса дейді, жер бұзылып кетер еді. Аспан мен жер бұзылып кетер еді. Дұрыс па? Өйткені бір жерде екі бастық бола алмайды. Бір семьяда да сондай. Еркек пен әйел екеуі тең болғанменен екеуінің біреуі ғана басқарады. Егер екеуі де басқарам десе, семья быт-шыт болады. Сол сияқты мемлекет те сондай, бір ғана патша болады. Ол бір патша болған үшін мемлекет бір болады. Бір патшаның астына біріксек, сонда дұрыс болады. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде айтады. Егер бір адам патша болып отырған кезінде екінші бір адам мен де патшамын десе, екінші шыққанның басын алыңдар дейді. Бөлік шығарған үшін да. Ол халықты бөліп жатқан үшін. Сондықтан айтатыным, жалпы ақылменен көп нәрсеге жетуге болады. Абай атамыз осы 99 есім сипатын мысалға келтіріп айтады. Ендеше сол сипатымен таны дейді Алла тағаланы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис бар. Кімде кім Алланың 99 сипатын жатқа білсе, ол кісі жәннати дейді. Жатқа білсе, 99 есім сипатын Алланың жатқа білсе, ол жәннати дейді. Абай атамыз бізге насихат қылып айтады. Құдайды танығың келе ма?
иманың өтірік болсын деген келмей ма? Мысалы, сенің иманың шын болсын ба? Онда Алланың 99 есімі десеңіз, интернетте тұр, телефоннан тауып аласыз. Сол есім сипаттарын естіп, оқып жаттаңыз. Сол арқылы біз Алланы танимыз. Сіз Алланы тану үшін ойыңыз керек, ақылыңыз керек, біліміңіз жетпесе, міне содан кейін білімі бар адамнан етегінен ұстап сұрайсыз. Міне Алланың мынандай сипаты бар екен, ол нені білдіреді? Өйткені Абай атамыз сөзін жалғап айтады. Ол сипаттарды бізге бекер берген жоқ қой дейді да. Дұрыс па? Бекер жазған жоқ қой оны. Сол сипаттармен біз сипатталуымыз керек шығар дейді. Рас ол. Мысалы, Алла тағала жомарт дейді. Ендеше бізде жомарт болуымыз керек. Яғни көп сипаттары адамға да ортақ сипаттар бар. Атауы ортақ. Мейірімді дейді. Тіпті сондай сөз бар. Мейірім жасамаған мейірімге лайықсыз болады дейді. Қараңыз, сіздің өзіңізден мейірім шықпаса, сен қалай мейірім сұрай аласың біреуден? Немесе кешіре алмаған кешірімге лайықсыз дейді. Біз кейде пенделікпен артық қылып кетіп қаламыз да, мен бұны кешірмеймін дейміз. Сен біреуді қалай кешірмейсің? Сен өзің кешірімге мұқтажсың. Өзің кешірімге мұқтажсың. Сен біреуді кешірмей, өзің кешірімге жете алмайсың. Ол енді кешірім туралы иншалла ертең айтамыз. Ол міндетті түрдегі сабағымыз. Жалпы, айтпағым мынандай бір үлкен нүкте. Біз Алланы танымай, біз иманда кәміл болмаймыз. Иманымыз әрдайым қисық болады. Құлшылық ғибадатымыз әрдайым дұрыс болмайды. Ал енді Алланы таныған сайын, біз онымен байланысты реттеуіміз керек. Алламенен байланысты. Ендеше, мынандай бір адамда мақсат бар. Барлық адамда өзінің мақсаты бар, білесіз ба? Мысалы, миллионер адам өзіне мақсат қояды. Мен миллион табам, миллиард табам деп. Спортсмен адам мақсат қояды. Мен чемпион болам дейді. Бірінші өзімнің қаламда болам, сосын облыста алам, республиканы алам. Республика біткесін болды ма? Жоқ, әлемді алам дейді. Әлемді алсаң бітті ма? Жоқ дейді. Сол чемпионымды қорғайын дейді, қанша жыл болса да. Дұрыс па? Өмір бақи қорғайды. Барлық адам қандай да бір мамандық, қандай да бір өмірінде өзінің жақсы көретін ісімен айналысса, сол істің шыңына шыққысы келеді. Ал имандылықтың ең шыңы Аллаға жақын болу. Алламенен сырлас болу. Аллаға, біздің қазақ тілінде айтқанда, Аллаға даты жету ғой. Құдайға даты жеткен адам дейді. Мынандай да бір мысал бар. Әшейін мысал. Біздің халықтың Аллаға деген ықыластың мысалы ғой, қарасаңшы. Бір кісінің Самарқанда досы бар екен. Досына барып тұрады екен да, анда-санда. Көбінесе барғанда базарға, сондайға, базарда екен дос, сол базарға барады, аңшылыққа барады, сөйтіп тұрады екен. Сол бір күні барса, жұма күні екен да. Жұма болып қалған ғой енді. Сөйтіп жүр, енді бәріміз мешітке барамыз, намаз оқимыз десе, ол кісі намаз оқымаған екен өмірінде. Соменен әлгі дос айтады ғой, Құдай дегенді білетін жай, білеміз ғой дейді, жүрсе, намазға десе, ол қалай жатып құлай берсейші дейді ғой. Шын, Құдай деді, құлай бер дейді. Болды онда дейді. Соменен ертіп барады, жуындыртып алады, досын сөйтіп, намазға кіргізеді. Сөйтіп, анау имам дейді, сол не істесе бәріміз соны істеуіміз керек дейді. Соны істесең, Құдай саған нұрын жауа береді дейді. Болды, проблем жоқ. Оңайда, қарапайым, жақсы, түсінікті. Бір уақытта ана досы, жаңадан қосылған досы, басын сәждеге қояды да, сәждеден көтермей қалады. Намаз бітеді, анау әлі жатыр. Содан досы ұялады ғой, былай қарап түртеді ғой, тұрсайшы дейді ғой. Сөйтсе, анай қоя тұр деп айтады дейді. Жаңа түртсе, қоя тұр деп қолын итереді дейді жаңа. Тұр. Соменен, тұр, ұят болады, мынан бәрі кетіп қалды десе, айтады дейді. Сен күніге көріп жүрген нәрсеңді мен бір көргеніңе қимадым ба деп айтады дейді ғой. Сөйтсе, маңдайын сәждеге қойғаннан жәннаттағы орнын көрген дейді. Шын ықыласпен құлаған ғой. Өйткені адамның ықыласында
Аллаға деген жақындығында сондай қасиеттер жататындығы туралы әңгімелер өте көп. Мен бір мысалын ғана айттым. Осыған ұқсайтын өте мысалдар өте көп. Біреудің судан өтіп кеткендігі, біреудің оттан өтіп кеткендігі, біреудің неше түрлі нәрседен аман қалғандығы, неше түрлі нәрсе бар. Оның ішінде шын әңгіме бар, оның ішінде бізге сабақ болатын құрастырылған әңгімелер де бар. Шын әңгімелердің түрі көп. Мен бір мысал айтайын. Имам әр мамандықтың егелерінің арасында отырып қалсаңыз, өзінің мамандығынан сөз қылады. Мысалы, кеше біз гидтердің арасында отырып қалдық. Гидтер өзінің ішіндегі сөздерін айтып жатыр ғой, ой, андай көрдім, мындай көрдім деп. Дәл сол сияқты бір имамдардың арасында отырып қалсам, имамдардың арасындағы бір мынандай сөз бар. Біреу деп айта салайыншы, е? Бір жігіт айтады. Бір елді мекенге имам болған ғой енді. Сосын сол жерлерді аралайш деп көлікпенен 3 адам болып шықтық дейді. Содан түнделетіп ауылды жерде келе жатқан кезде түнде көлігіміз тоқтап қалды дейді. Жүрмей қалды дейді, өшіп қалды. Содан өшіп қалғаннан кейін енді ары бері түннің жарымы ғой дейді. Енді ары бері қарау қиын. Ол ана сотканың заманы емес әлі. Ана біздің телефонда да фонар бар ғой қазір. Ондай да жоқ та, қиындау да жаңағыдай. Сондай тас қараңғы болып бара жатқасын, жанымыздағы ауылға кіре салдық дейді да. Кіріп келе жатып қарасақ, бір үйде жарық жанып тұр екен дейді. Сол үйге дүкілдеп кіріп келдік дейді. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Сөйтсек, сол ауылдың имамының үйі екен. Сол ауылдың имамының үйі. Ол кісі сол өңірде, сол төңіректе бір ғана сауаты бар адам екен да. Және де сол төңіректегі бірнеше ауылдың дін қызметін сол атқарады екен. Сондай бір замандар болды ғой. Бәрі сол кісіні ғана шақырады. Одан басқа сауаты жоқ. Құран оқытса да сол, адамы өліп қалса да сол. Сонда кемпірі айтады екен. Ей шалау, ертең сен өліп қалсаң, сенің жаназаң кім шығарады? Сенен басқа бұл жерде ешкім шығармайды деп. Сөйтсе айтады дейді, мен Құдайдан сұрап қойғанмын. Маған ең жақсы адамдар келіп шығарып береді, уайымдама деп айтады. Сол күні қария қайтыс болған. Алла тағала сол облыстың имамын алып келеді ғой алдына. Мен болған уақиғаны айтып тұрмын. Сол облыстың имамы жолға шығуын, сол ауылдың жанына көлігі жүрмей қалуын, бәрін Алла қарастырады. Сөйтіп келіп, түнделетіп сол кісінің кебінін пішіп, жуып, ертеңіне жаназасын оқып, жолға шықтық. Барсақ, көлігімізде бір арзымаған нәрсе, бір сым шығып кетті, қайттан жалғасақ, оталып кетті. Түнде көрмеген да. Бірақ қарасаңыз, шын Құдайға даты жеткен адам деп айтасыз. Қанша халықтың қызметін орындап жүр. Қуанышыменен қайғысында бір болады ғой. Мысалы, бала туылса да азан шақыруға молда қап келеді. Ертең ер бала сүндетке отырғызса да молда барады оған. Үйленсе де некесін қиып береді. Ертең өлсе де жаназасына барады. Мысалы, қуанышында да, қайғысында да, бір үй сатып алса да, баласы армиядан келсе де, бәріне сол барады ғой, мысалы, қайғысы мен қуаныш. Сондай қызметтегі адам ғой. Шыныменен Алла тағала сонда сол төңірекке бір сондай нұрын жауған адам екен. Бұл болған уақиға. Сондықтан айтатыным, құрметті жақсылар, Алла менен байланысы болған адам осыншалықты Аллаға жақын болады. Қолын жайса, ол орындалады. Жаясын, орындала салады ол. Біте салады сол жерде тірлігін. Айтпағым енді. Мынау умраға шығып, намаз оқып, қанша бір рухани байлық алып жатсыздар. Оны сезе білген жүрегін ашқан адамға Аллахым береді ол жүрегінен нұрды. Сол үшін естеріңізде болса, мен айтқам көлікте келе жатқанда, бірінші Меккеге, Мединаға келе жатқан кезде, жүректеріңізді ашып жүріңіздер деп, көкірек көзі ашып, ояу жүрген адам көп хикмет көреді. Көп нәрсе көресіз. Жұрттарға ол қарапайым нәрсе болғанмен, ана жерде көріп, көзіңіз бақыраятындай не бір хикметтерді көрсетеді Алла тағала. Ендеше Аллаға жақын болу
жайлы бір нүктелер айтқым келеді. Әмма баъд дейді, оның бәрі кіріспейді. Енді айтпағым, Аллаға қалай жақын боламыз? Егер ол сізге шынымен маңызды болса, әрине, ғалымдардың кітаптарын қанша ұстаздардан естіп, жүректерімізге түйіп жүрміз. Мен 93-92 жылдан бері қарай уағыз айтады екем. Кейбір жігіттер жоқта ғой енді ол кезде ше, осы жерде бір екеуіңіз жоқта шығарсыздар енді. Сол кезден бастап қанша ұстаздарды көрдік, үлкенде, кішіде, қанша уағыздар естік, неше ұлттардан. Құдайға жақын болу туралы түрлі ойлар айтады адамдар. Бірақ мен соны бір үш нәрсеге жинастырдым. Үш үлкен нүктеге жинастырып айтсам екен. Осы бүгінгі сұрақты да, өйткені келесі жол сұрасаңыз мүмкін 5 нәрсе қылып айтамын. Арғы жол сұрасаңыз мүмкін 10 нәрсе қылып айтамын. Үш нәрсе көкейіме келді. Өзі жалпы иман деген не дегенде, осы үш нәрсені айтады негіз. Тілмен айту, оны жүрекпен бекіту, оны амалмен жасау дейді. Негізі да, иман ғой осы. Тілмен айтасың, оны жүрекпен бекітесің. Ал амалмен жасау ол уәжіп. Міндет болады да, иманның уәжібі. Шарты болмайды, иманның шартына жатпайды ол уәжіп. Ол шартына жатпайтындығы да себебі бар. Өйткені бір адамдар тілмен айтып, жүрегіне бекітіп, жаннатқа кіргендері қаншама. Ешқандай амал жасамай-ақ. Және тура сондай, тілмен айтпай, жүрекпен бекітпей, қандай амал жасаса да дозаққа кіріп атқандары қаншама. Амал ол уәжіп. Енді айтпағым, осы үш нүктеге тоқталамын. Бізді Аллаға жақын қылатын нәрсе зікір, пікір, амал екен. Оны тіл үйренгенде де сондай. Мысалы, сіз бір тіл үйренгіңіз келсе, жаңа тілді да, шет тілін үйренгіңіз, ағылшын, неміс, француз, қалаған тіліңіз. Сізге ереже сол, үш-ақ нәрсе, тура сол. Зікір, пікір, амал. Қалай? Тіліңізді толтырыңыз, көзіңіз бен құлағыңызды толтырыңыз, ішіңізді менен. Сосын амал қылыңыз соған. Болды. Сол тіл үйренесіз, ол оңай. Барлық нәрсе сондай. Айтпағым, Аллаға жақын болам деген адам осы үш нәрсесін толтырады. Алла менен. Ғалымдарымыз әу баста сол үшін айтады. Зікір, пікір, амал деп. Осы үшеуіне қысқа тоқталып өтсем. Зікірдің өзінің үлкен орны бар. Мағынасы еске алу деген сөз. Оның мәні бар. Сол мәнін мына бір нәрсемен айтайыншы. Құранда «Фәзкуруни әзкуркум» деген аят бар. Мені ескеріңдер, мен де сендерді ескеремін дейді. Қараңыз. Яғни Алла есіңнен шықпасын десе, сіз айтыңыз. Сіз айтсаңыз, Алла сізді айтады. Тіпті одан да үлкен сөз бар. Кім мені дейді, жеке отырған жерде есіне алса, мен де оны жеке отырған жерде есіне алам дейді. Кім мені көпшіліктің алдында есіне алса, мен одан да абзал көпшіліктің жанында оны еске аламын дейді. Сондықтан еске алу, зікір, ол қандай бөліктерден тұрады? Ол қарапайым. Мысалы, таңнан зікірдің түпкі мәні Алладан келген бұйрығы біреу-ақ. Таңнан кешке шейін зікір ет деген. Яғни уақыт бермеген, бірақ өте көп айтқан. Яғни таңнан кешке шейін деген сөз көп. Көп деген қанша десе, сен көтергенше. Сен көтергенше да. Мүмкін 1 рет, мүмкін 1 миллион рет. Ол сен көтергенше. Өйткені сондай бір ақиқат бар. Сіздер шаршамай, Алла тағала шаршамайды дейді. Қанша құлшылық етсеңіз де Алла шаршамайды. Тек сіз шаршап қалмаңыз. Зікірдің мәні сол-ақ. Таңнан кешке шейін көп. Жақсы. Зікірде бірақ қатысатын нәрселер бар. Зікірде бірінші сезім қатысады. Эмоциямен айтылу керек ол.
зікірде тіл қатысады, міндетті түрде тіл қимылдау керек ғалымдарымызда. Міндетті түрде оған бүкіл ақыл, ойдың бәрі қатысу керек. Және де қол аяқ тыныштық табу керек дейді. Ол енді қол аяқ туралы ғалымдардың түрі бар. Біреулер қимылдап зікір айтсын дейді, біреулер басқа қылсын дейді. Бірақ зікірге бүкіл бәрі қатысу керек сізде. Енді не үйретеді бізге? Мен қарапайым, біздің халық өзі дүнияуи халықпыз ғой, бәрін бүйтіп есептеп қалғанбыз ғой. Не аласың десе, қарапайым айтайық. Зікір айтқанда сіз мынау әлемді тоқтатасыз ғой. Түсінесіз ба? Мына жөңкіліп баратқан әлемді ше, сіз тоқтата аласыз. Дүниенің артынан жүгіре алмайсыз. Бірақ дүниені тоқтата алады екенсіз. Мен осылай айтсам, түсінікті ма білмеймін енді. Бірақ басқа шақта айтайыншы осы сөзді. Зікір өте қысқа айтып жатырмын енді. Сіздің ақылыңыздың орнына келуіне әсер береді. Өйткені ойыңыз түрлі сан жақта, стресс, нерв сондай болатсыз ғой. Сіз зікір айтқан кезінде ой, жүрек, сезім бәрін бір жаққа қарай Аллаға байлаған кезде, мына ойдың бәрін не істеймін дейсіз ғой. Мен естеріңізде осы жерде бір сабақта айтқам. Оның бәрін өткізіп үйреніңіз деп. Өткізіп үйрену керек. Яғни өткізіп жібер. Бір жерің ауырып жатыр ма? Өткізіп жібер. Сөйлеп жатыр ма? Ішіңде біреу? Өткізіп жібер. Өткізе бер. Ол сөйлей береді. Оны ешқашан аузын жауа алмайсың. Ол сіздің стрессіңіз ғой, нервіңіз. Оны ешқашан жабылмайды. Ол тоқтамайды. Мысалы, менің ұстазым Мерлен Аткинсон деген кісі айтады. Мен бір күні дейді, қай жылдар, 80-ші жылдар, әлі советтің дәуірі ғой, 80-ші жылдар. 80-ші жылдары Москваға келдім дейді, совет мемлекеті дейді. Сол кезде дейді, бір Москва ма, интерконтиненталь ма, әйтеуір бір-ақ қонақ үй бар дейді, шетелдіктер баратын дейді. Соған бардым дейді. Мен Москваны танысқым келеді, бірақ енді бізді алып келіп не қылып тоқтады. Бір бөлмені алдым. Сол шетелде өзі енді Москваға келіп тұрмын. Бірінші маған жолыққан нәрсе ана бұрышта, 4 бұрышта қорап сымға барып тұр екен, тоқтамай сөйлеп тұрады екен дейді, радио дейді. Ондай қорап бәріміздің үйімізде болды негізі. Тоқтамай сөйлейтін радио болды дейді. Оны мен онша түсінбеймін дейді. Оның қойып атқан музыкасы да маған онша ұнамайды, жат, біртүрлі. Бір жақ өзіңде тыныққың келеді дейді да, ананы өшірейін десем, өшіретін еш нәрсесі жоқ екен дейді. Анау бұрай бергеннен істемей қалғанда, жанында өзі бұрайтыны болады, тық-тық ет. Ол істемей қалған ғой, ол жерде, сол жерге қояды, немесе кейде жұлып тастайды, болды. Ол тұрады. Бітті, өшпейді. Соменен сөйтіп күн көретін болдым дейді. Анау сөйлеп тұру керек. Мен сол жерде демалуым керек, ұйықтауым керек, жүруім керек, тұруым керек. Қалай дейді да? Не істейсің? Ананы өткізуді үйрендім дейді да. Сен өте бер, сөйлей бер деп айттым дейді да. Ол сөйлей береді. Мен өзім жұмысымен айналыса беремін. Яғни көңіл бөлмейсің. Өйткені одан басқа амалың жоқ. Ішіңіздегі ойды да осылай жеңесіз, басқа варианты жоқ. Оны өткізесіз. Сол үшін намазда, зікірде ойды тоқтатып, бүйтіп, басыңды ауыртпай-ақ қой. Оны мақұлдама, оған баға берме, қосылма. Түсінікті ғой, мақұлдауға болмайды. Баға беруге болмайды, яғни ол жақсы, ол жаман. Жоқ, баға берме, вообще. Өткіз жібер. Оған қосылма. Ол өте берсін. Бұл мен емес, кеп жатыр. Өте берсін. Сіз өзіңіздің басқа жұмысыңызбен айналысыңыз. Бұл күніге істеуменен әдетке айналады. Күніге істеу керек осыны. Күніге осылайсыз, намаз оқисыз ғой, намазда, зікірде, тәсбіде осыны күніге қосу керек. Осыны күніге қосқан сайын, сіз ана жай намаздың үстіне тұрған кезінде басқа еш нәрсені естімейтін, еш нәрсені көрмейтін халге келесіз. Ол әбден сыналған дүние. Жалпы, енді зікір, сіз зікірді солай айтуға бастайсыз. Зікірдің дәрежелері бар. Басынан айттым, естеріңізде, зікірге бәр нәрсе қосылу керек. Қол, аяқ, ақыл, ми, сезім, ой, тіл, бәрі қосылу керек. Түсінікті ғой, яғни көзің басқа жақ қарап тұрып зікір айту емес. Құлағың бір нәрсені естіп тұрып зікір, жоқ, бәрі қосылу керек. Бәрі қосылу керек соған. Ол
жай келеді, әдетпен келеді. Түсінікті ма? Анау спортсмен сияқты күніге жасайсыз ғой соны. Анау бокстағы спортсмендер неғып жылдам ұрады, немесе анау қатты жүгіреді, немесе қатты биік секіреді, ол бірден спортқа келе салып үйтіп секіретін болған емес. Ол күніге жаттығады. Анау ағашты аппаратта тірейді, секіреді, құлайды, бір күн аяғын сындырады, қолын жыртып алады, басын жарады. Бірақ жүгіріп үйренеді ол соған. Ақыры, мысалы, қалада мықты болады, содан облыста мықты болады, содан бүкіл әлемдік чемпион болады. Мысалы, осылай жетеді. Бірақ оны чемпион қылған не? Еңбек. Сонда еңбек ол. Ішіндегі махаббат. Дәл солай зікір, ол Алланы айту. Мен бірінші көрінісін айтып алайын, оның алатынын сосын айтам. Дүнияуи алатыныңыз ойыңызды, миыңыздың бәрін тыныштандырады екен ғой. Егер сіз дұрыс зікір айтуды үйренсеңіз, жаңа жоғарыда айтқан, бүкіл бәрін қосуды үйренсеңіз зікірде, сіз стрессті жеңесіз. Депрессия деген сізде болмайды. Сізде ойыңызды жинақтауды үйренесіз. Және де бүкіл гормондарыңызды реттей бастайсыз. Бұл өте денсаулыққа керемет дүние бұл. Енді, жалпы осы зікірдің ішінде күніге машықтанып, күніге тәрбиемен келеміз дедік. Жалпы осы зікірді айтқан адамға Алла не береді десеңіз, жоғарыда айттым ғой, сіз жеке Алланың атын айтып еске түсірсеңіз, Алла сіздің атыңызды айтады. Енді мен сізді соның көз алдыңызға келтіріп қояйыншы. Мысал айтайық. Сіздің атыңызды бір қаланың әкімі айтса, пәленше деп қалса да, бір отырыста отыр. Жиналыс болып отыр. Әкімшіліктің жиналысы. Пәленше деген біздің қаланың тұрғыны бар деп атыңызды айтып қойса, қалай? Күшті ғой, облыстың әкімі айтса ше атыңызды. Сіз бір ауылда тұрасыз. Мысалда, егер президент айтса ше, осындай ауылда, осындай бір кісі бар, жақсы кісі екен деп та, арамыз жақсы деп та, екеуміздің арамыз өте жақын десе. Мысалы, қандай үлкен? Ал бірақ бүкіл әлемнің патшасы айтса, қандай болады ол? Мысалда, ол патша айтса, сол патшаға жақындағысы келгеннің бәрі сізге жақын болады екен ғой. Рас па? Бұл дүниеде де сондай ғой? Дұрыс па? Әкім айтса да, ана кісіні мен таним десе, ана әкімге кірамай жүргендер бірінші сізге келеді ғой. Пәленше, анаған кіргізіп берші дейді ғой. Біз әулиелерге баратынымыз да содан да. Түсінесіз ба, анау Құдайға даты жетіп қойған ғой. Ахмет Яссауиге неге барады? Бекет атаға неге барады адамдар? Аллаға даты жетіп қойған ғой. Енді айтпағым, сіз өзіңіз ойлаңыз. Алла тағала мен оны таним десе да, екеуміздің арамыз осындай десе, оған бүкіл періштелер үймелейді. Түсінесіз ба? Бүкіл періштелер. Бүкіл барлық сіздің тілеуіңізді тілейді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай да хадис бар. Ман адали валиян фақат азантуху бил харб. Кім менің досыма дұшпандық жасаса, мен оған соғыс ашам дейді. Алланың досына біреу дұрыс емес қарап қойса, таяқ жейді. Сол жерде. Өз дүниеде сондай ғой, айтады мысалы. Ағасы бардың жағасы бар деп бекер айтпайды ғой. Ана бір інісі таяқ жеп жатса, ағасы келеді ғой, дейді ғой. Братчикілер, мынау менің інім дейді. Бұған бір дұрыс емес қарасаң болды уже дейді ғой. Мен ойламай-ақ қой дейді ғой. Болды, сол жерде таяқ жейсің дейді. Әшейін ренжіту, жолын кесу, ол мүлде азапқа қаласың ғой о кезде. Әшейін дұрыс емес қарақ бүйт ала көзбен қарадың болды ғой, таяқ жейсің дейді. Дұрыс па? Братандар сөйтіп айтады ғой, ағыңыз келіп айтып кетеді. Мәз болып қаласыз. Сондай ғой бұл әлем. Алла тағала валиллахил мәсәлул а'ла. Алла тағала одан биік. Айтпағым, құрметті жақсылар, зікір бізге жанымызды тыныштандырады. Өмір бақи барлық адамның іздеген жанының тыныштығы. Құдайға жақын қылады. Жақын қылғаны сонша, сіз оның атын айтқан сайын ол сіздің атыңызды айтады.
Түсінесіз ба? Сіз 10.000 рет айтсаңыз, немесе сіздің атыңызды президент 10.000 рет айтуын қалайсыз ба? 10.000 рет айтуын, мысалы. Бүкіл әлемнің патшасы 10.000 рет айтуын қалар ма едіңіз? Онда неге Алланың есімін айтпайсыз? Сондықтан сіз оны қанша айтсаңыз, сонша жақын боласыз. Бірақ сол жақын болуға бару керек. Ол үлкен еңбек. Ол жылдап жететін еңбек. Екінші нәрсе, пікір дедім, дұрыс па? Пікір. Ішкі жан дүние. Адамның барлық басқаруы ішінен келеді, білесіз ба? Күнәға да сол ішіңнен барасың. Ешкім өзінен өзі барып арақ іше салмайды, или барып ұрлай салмайды. Ол бірінші мынандай өзбек халқында сөз бар, діл кетті деген бар ғой. Көңілің ауады ғой бірінші. Күшті зат екен, дейсің да. Шіркін, менің қалтамда болса ғой деп. Мысалы бір зат көрдің. Немесе атты көріп қалады. Шіркін, жылқы әдемі екен. Ол жылқыны сатып алуға ақша жоқ, не істейміз? Жолынан алып кетеді да, қолынан емес. Ұрлық осылай келеді ғой. Яғни бірінші жүрекке келеді. Жүректен кейін қайға барады, білесіз ба? Одан кейін ниетке келеді. Ниет қылынады. Түйіледі екен ғой іште. Бекінесіз да. Бірінші қалау болады. Екіншісі сол қалауыңды мақұлдағаның үшін, қалап атсың ғой, дұрыс екен, баға бердің ғой сен оған. Сол үшін айтып атырмын. Ішіңіздегі түрлі кеп атқан ойға көңіл бөлмеу керек. Қосылмау керек, баға бермеу керек. Сіз оған баға берген сайын ол өршиді. Ол қуат алады. Ол күшейеді ол. Ой, бірінші ой болады ол жай ғана. Оған күнә жазылмайды. Құранда бірақ Бақара сүресінде айтады. Сол үшін сіздер жүректеріңе не тисе, Алла соны сұрайды деген аят келеді ғой. Сол кезде сахабалар жылайды екен. Ойбай, біз жүрегімізде не ой келсе, соның бәрін Құдай сұрай берсе, не болды енді деп. Сол кезде Бақара сүресінің ең соңғы аяты түседі. Сіздерге Аллахым жүректеріңізге күштеріңіз жетпейтін нәрсені сізден сұрамады деді. Ғалымдарымызда көптеген аяттар, көптеген хадистер, оны мен үлкен тақырып, мен оны қысқартып сап айтып. Түбі, сондай бір нәрсе, сіз ойыңыз үшін күнә жазылмайды. Бірақ егер сол ой ниетке айналса, ол күнә болады. Ой ниетке айналды ма, ол күнә. Ол сіз оны істеген жоқсыз. Ол ниетке айналысымен күнә болды. Сондықтан ол ниет деген ол әжеп деуір нәрсе, оны ешқашан төмен түсірмеңіз. Ниет қылу деген сөз, ол бітті, амалға бір шақ қалды деген сөз ғой. Өйткені ниеттің түрі болады ғой, әлсіздеу ниет бар, күштірек ниет бар да, ол сол жерінде ғана рөл ойнап тұр да. Ол күшейген сайын ол жұмысқа асады ол ақыры да. Сондықтан ішіңіздегі жаман ойлар менен күресудің ең бірінші жолы мүлде алып тастау. Барлық нәрсе, сол үшін айтам, құрметті жақсылар, іштен басталады. Адам ішін тазартады. Ойыңды тазарту керек екенсіз ғой. Ой тазармай, адамның бойы тазармайды. Пайғамбарымыз сол үшін адамның денесінде бір тістем ет бар. Ол түзу болса, адам түзу болады, ол бұзық болса, адам бұзық болады дейді. Ол жүрек деп айтады. Жүрек деген сол ойдың ордасы ғой. Ол сол жерден шығады. Ойдың бәрі арман, мақсат, ой, бәрі сол жерде өмір сүреді. Тіпті ғалымдарымыз амалды да бөледі ғой. Қол аяқтың амалдары, жүректің амалдары деп те бөледі. Өйткені жүректің де амалы бар екен. Қандай амал? Тәуекел ету. Тәуекел ету қаяқтан шығады? Жүрек қой. Жақсы көруше. Жүрек. Жек көруше. Жүрек. Яғни қолыңмен жек көрмейсің, аяғыңмен, құлағыңмен жек көрмейсің да? Ол жүректен шығады. Ендеше жүректің де орны бар. Оның біздің өмірімізде үлкен орны бар. Біз оны тазаламай, біздің амалымыз да тазаланбайды екен ғой. Біз жүрегімізді тазаламай, ендеше ол жерге Алла орнықпай, басқа нәрсе орнаған онда ол кезде. Мен бір қызық мысал айтайын. Абай бір күні Аягөзге келіп, сол жерден бір баланы өзінің ауылына молдалық алып кетеді. Молда болсын деп та, бала оқытсын деп.
сол молдалыққа алып кетіп бара жатып, әлгі баланы сынап көрейші дейді ғой. Ең жақсы балаңды берші деп сол жерде қожалардан шәкіртті сұрап алады, мықтысын. Соны алып кетіп бара жатып, сұрақ қояды ғой. Қарсаңшы сұрақты. Алла қайда, шайтан қайда дейді ғой. Алла қайда, шайтан қайда дейді. Сонда ана баланың айтқаны ғой. Алла менің жүрегімде, шайтан сенің тіліңде дейді. Мағынасын айтып берейін енді оны мен. Алла менің жүрегімде дегені, негізі Аллаға мекен берілмейді. Аллаға мекен беруге болмайды да. Шындап кейін. Ол Аллаға деген біздің иманымыз бар. Оны соны айтып жатыр. Өйткені Алла мекенге мұқтаж емес. Имам Абу Ханифа айтқандай, Алла әуелі қайда, қазір де сонда. Абай атамыз да өзінің сөзінде Алла ләмәкандыр деп айтып кетеді. Алланың орны жоқ деген сөз. Соны айтқаны ғой. Ал шайтан сенің тіліңде дегені, Алла қайда деп сұрау, ол фитна екен ғой, ірткі салу. Сол үшін шайтан сенің тіліңде деген, сен қазір шайтанның сөзін айтып тұрсың дегені. Яғни Алла қайда деп сұрауға болмайды екен ғой. Солай сұрасаң, сен шайтанға сөз бастайсың да. Сонда күліп жібереді да Абай, ей бала, сен атың кім дегенде, менің атым Әуез дейді. Мұхтар Әуезов. Негізі біздің халқымызда бұл Аллаға жақын болу нүктелері жан-жақта кітаптарда да, өлеңдерде де, ғалымдарымызда көп айтқан. Мен бірақ соның бәрін жинап жатырмын. Ендеше сол жүректің тазалығы өте жоғарғы рөл ойнайды. Енді сұрақ, біз қалай тазалаймыз оны? Қалай ол жерге Алланы кіргіземіз? Мен бір мысалмен ғана айтқым келетін шығар соны нәрсені. Мынау сап алтын деген сөзді білесіздер ма? Мағынасы не? Таза алтын деген. Таза алтын қанша болады? 3-9. Дұрыс па? 3-9 алтын. Ол қарапайым химия. Қараңыз. Алтын 900-лік алтындар, ол 24 караттық алтындар ғой. 24-тен жоғары карат жоқ алтында. Сөйтіп өлшенеді. 917, 918 де алтын бар. 900 басқа кете береді. 900, ең соңғысы 999. Бұл мыңдық алтын жоқ. Бірақ осы 900-лік алтын 24 карат алтын. Тазасы. Ал енді одан азайса 700-лік алтын бар. Ол караты түседі. 21 караттық алтын болады. 14 караттық алтын болады. 21 караттық алтын 700-лік болады. Неге? Қоспасы бар. Таза емес. Арасында бір нәрсе араласады. Ал енді одан да түседі. Біздің бәріміз жақсы көретін, негіз біздің Қазақстан қызыл алтын жақсы көреді. 500-лік алтын. Ол 14 караттық алтын. 24 қайда, 14 қайда. 900 қайда, 500 қайда. Ішінде мысы бар да, кәдімгі. Ой, қып-қызыл қып қойған ғой, сол үшін. Қызыл жақсы көреді жаңа. Сол үшін түрк халқында алтынды манат деп айтады. Анау алыстан қызыл көрінсе, манат емей немене деген сөз бар ғой. Көтеріліп ұшқан соң қанат емей немене деген сөз бар. Сол манат деген қызыл деген реңді білдіреді. Мына түрікпен халқының ақшасын манат деп айтатыны содан, алтын деген сөзді білдіреді, сосын қып-қызыл рең беріп қойған содан. Жалпы алтынды біз қызыл деп те айтамыз. Ол жердегі мақсатым енді алтынға араласқан сайын оның құны түседі. Алтын 900 болған сайын оның құны жоғарылайды. Иман да сондай, жүрек те сондай, барлық нәрсе сондай. Сіздің жүрегіңізге қандай нәрсе дүние кіре берсе, иманыңыз сонша азая береді. Және керісінше, иманыңыз тола берген сайын, ана дүние кете береді. Бұл деген сөз дүниені ойлама деген сөз емес, жоқ.
Мал дүниені ойлау керек. Ол өзімен өзі келеді, оның өзінің реті бар, ережесі бар, бірақ ол жүрекке кірмесін дейді. Оны қазақ атамыз әуел баста айтып қойған. Мал сенің қолыңда болсын, жүрегіңде болмасын деп айтып қояды. Мына жерде болу керек. Қолда. Ол қолда болғасын, ол түсіп қалады. Ол қайттан жиналады. Ол келеді, кетеді, ол келіп кете береді. Болды ол. Оның мақсаты сол, ол құрал ол. Қолындағы нәрсенің бәрі құрал. Ал жүректегі нәрсе ол құндылық. Ендеше біліңіз, жүректі Аллаға толтыру деген сөзді өзіңіз-ақ түсінетін шығарсыз. Аллаға апаратын істің бәрін толтырасыз. Ендеше оны толтыру үшін ойды Аллаға толтыру керек қой. Соншалықты адамдар болған екен, ойын толтырған адамдар. Мен оны ғашықтықпен теңеймін. Мысалы айтайық, бір адам жақсы көрсе, біреуді. Мысалы айтайық, ең үлкен махаббат ана мен баланың арасындағы махаббат қой, дұрыс па? Сондай керемет махаббат бар. Мысалы, баласы армияға кетіп қалса, бір жылдық армия, ол да бір мысал болыпты ғой дейсіздер ғой енді, бірақ өтірік мысал ғой енді ше. 5 жылға Кореяға жұмысқа кетіп қалса дей салайыншы. Сол жақ ұзақтау болды ғой енді. Бір телефон бар да енді, бірақ сонда да ғой сағынады ғой бәрібір, дұрыс па? Бір жерге жұмысқа кетіп қалды 5 жылға. Енді әкелер, аналар бар шығар, перзентіңіз сағынасыз. Дұрыс па? Сағынасыз. Соның киімдері, заттары сізге қандай болады? Ыстық болады, күшті болады, искеп көресіз, жаңағыдай, ойпырмай, балапаным-ай деп, жаңағыдай, сондай болады ғой. Бекер емес қой ол. Яғни, біреуді жақсы көрсең, сен оның ізін де жақсы көресің. Мысалы, балаңды жақсы көрсең, балаңның қылығы да бәрі жақсы болады ғой. Оның жылағаны да жақсы, оның күлгені де бәрі жақсы оның ше. Оның бұзықшылығы да жақсы, бәрі жақсы болады. Оның көрінбейді оның басқасы. Сол үшін оны халқымыз не дейді? Қарға баласын атпағым дейді. Кірпі баласын жұмсағым дейді. Ол сізге тікен болса да, оған ол жұмсақ. Менің мамығым жұмсағым дейді, мысалы. Осы оны тікен екпірленсе дейсіз, ол мамық оған, мысалы. Дәл сол сияқты, сіз ғашықтың көзімен қарасаңыз, ол нәрсе басқаша болады. Әр нәрсе сондай да. Әр нәрсе сондай. Сол үшін Аллаға ғашықтың көзімен қарайтындай болу керек. Сен жүрегіңе Аллаға деген махаббатты толтырмай, жүрегіңе Алла толмайды. Аллаға махаббат толу үшін сіз Алланы тану керексіз. Қайтадан 99 есім сипатына болды. Мен сол үшін айтамын, сондай ғашықтықтар бар екен да. Сондай ғашық адамдар бар. Қайда көрсе бәрінен Алланы көреді ғой. Өткенін айтайын ба мен? Алланың ізі жоқ жерді тауып беріңізші осы әлемде, айтыңызшы. Қай жерде Алланың ізі жоқ? Қай жерде? Мен білмеймін оны. Аспанды кім жаратты? Алла жаратты. Жерді ше, сізбен бізді ше, жақсылық пен жамандықты ше, бәрін Алла жаратты. Бәрінде Алланың ізі бар ғой, білесіз ба? Ал Аллаға ғашық адам соны көре алады. Әшейін көзбен қарамайды ғой ол тағы. Қандай көзбен қарайды? Махаббат, ғашықтық көзбен қарайды. Сол үшін Абай атамыз не дейді? Алланы сүй, бүкіл адамзатты да сүй деген сөзі бар, жаңағыдегі сөз келмеді, бауырым деп, сондай мағынада айтады. Яғни адамзатты неге жақсы көресің? Оны бауырым деп. Оның артында Алланың деген махаббаты тұрады сізде. Бүкіл адамзатқа деген махаббат, Аллаға деген махаббаттың жанында тұрады. Шын жүрегінде иманы бар адам сол үшін ешқашан адамға қиянат қылмайды. Шын иман егесі. Біреудің ақысын ешқашан жемейді. Ол кәпір ма, кәпір емес па, оған қызық емес. Ол Құдайдың пендесі. Құдай оны жаратқаннан кейін ол сол жерде Алланы көреді, ол білесіз ба? Ол ана адамды көрмейді. Ол тауды, тасты, өзенді көрмейді. Ол Алланы көреді. Оған қалай барамыз десе, оған пікірмен барамыз екен. Сол үшін Құранда айтады, жер бетін аралаңыздар, көріңіздер Алланың ізін дейді. Алланың аятын көр дейді. Алланың аяты дегені өзін бар, жоқ екендігін білдіретін белгісі дегені. Қалай көреміз? Мысалы, жаңбыр жауып жатыр.
қалай жауады жаңбыр білесіз ба? Мен қарапайым нәрсені айтайыншы. Жаңбыр, бұлт қалай келеді? Анау тұзды мұхиттан Алла тағала күн түсіреді. Сөйтіп суды буға айналдырады. Ал мақұл буға айналған кезінде ол тұзын тастап кетеді ғой, қызық жері. Сөйтеді де ол бу болғаннан кейін ойлайсың ғой, солай ұшып кете бере ма деп, жеңіл ғой ол. Ұшып бара жатқан кезінде күн суиды да, күн суығаннан кейін ол бұлт ауырлай бастайды. Ортада жел болады. Сөйтеді де жел әлгі буды илейді ғой. Кәдімгі қамыр илей ма? Тура қамырды илегендей жерден топырақтың бәрін көтеріп алып илейді. Илегеннен кейін бұлт біздің көзімізге көрінетін реңге айналып, ауырлап ары қарай өспей тұрады. Қысым көбейеді, салқын көбейеді, сондықтан бұлт ары қарай көтеріле алмайды. Енді Алла тағала оны керек жеріне желмен айдап апарады да, қалай жауғызады? Ана трәпкіде су болса, оны не істейсің? Сығасың ғой. Қалай сығу керек енді ол буды? Давленияны көтереді. Давленияны көтеру үшін ол жерде қайтадан жел келеді. Сол үшін пайғамбарымыз айтады ғой, немесе Құранда да айтады. Біз жаңбыр жаудан бұрын біз сіздерге елшілерімізді жібереміз дейді. Елші деген сөз ол жел ол. Жел гүлдеп жаңбырдың иісін тарқатады. Озоновый погода. Әй, жауайын деп тұр ғой дейсіз, мына бұлт деп. Бірден түсінесіз да? Елшісі келді да ана бұлттың. Өйткені сол жел қазір бар ғой, жерден ыстық алып алады да, анау жел ыстықпенен суық, ана жоғары суық, мынау ыстық айналады ғой ана жерде, екі жерде сол жел пайда болады, домалақ пайда болады да, ана бұлтты ше қысады ғой ары қарай. Ары қарай көтерейін десе қысым бар, соменен бұлт бейшара қысылады да ана жерде жаңбыр жауады. Су шығады, мыжылып. Ең қызық жері, сіз анау биік жерден суды лақтырып жіберсеңіз, ол жерге былш етіп түседі. Немесе түспейді олдан, бас айдалаға қашып кетеді. Бірақ сол су кереметтігі сондай тамшы болып, жерге жұмсақ болып, нәр алып кеп түседі. Ең қызық жері, тақырайған қара жер 100 жылдап қарайып жата береді, бірақ жаңбыр жауа салысымен тіршілік пайда қылады. Одан да қызық жері, сіз мысал бір қара топырақты алып үстіне су себіңізші, не болады? Лай болады, бас жаратын. Дұрыс па? Бірақ Алла тағаланың жаңбырынан лай болғанменен ол қатпайды жер. Байқайсыз ба? Жер жұмсақ болып тұрады, ешқашан қатпайды. Былбырап тұрады. Жаңбыр жауып кетті, суы сіңді, жер құрғады десең де жұмсақ топырақ. Оны қатырмады. Яғни бәрінде Алланың хикметі, өзінен өзі ешқашан болмайды ол жер. Адамның көзін алыңыз, құлағын алыңыз, тыныс мүшелері, демалуы, ауадағы кислород құрамын алыңыз, 21% кислород, қанша пайыз ортадағы инертный газдарды айтсаңыз, инертті газ деген дүние бар. Сондай бір газ бар, біздің көзімізді көргізуге себеп болады. Сондай бір газ бар, дыбыстарды өткізуге себеп болады. Мен ол бәрі бір бөлек әлем ғой, жарайды, оның бәрі Алланың құдірет. Соны көре алған адам, соның бәрін Құдайдан көреді. Түсінесіз ба? Соны іздейді осылайша. Хикмет іздейді, көреді, ағашқа қарайды. Қара жер, ойлаңызшы, қара жер, қара топырақ. Сен деп жаласаң да топырақтың дәмінен басқа дым сезбейсің. Бірақ сол қара топырақтан көк шөп шығарады. Көк шөп шықты ғой десең, көктен қызыл шығарады. Ойбай, мынау қызыл шықты ғой десең, қызылдың дәмі бөлек болады ғой мысалы. Алма да қызыл, шие де қызыл, бірақ екеуінің дәмі бар. Сіз топырақты қанша жаласаң да шиенің дәмі жоқ, алманың дәмі жоқ о жерде. Дәмді қайдан алды, иісті қайдан алды, анандай реңді қайдан алды. Оны сіз түсіндіресіз, ол хлороформ, ол күннің сәулесі, ол күннің сәулесін, оның бәрін кім олай қылып ұйқастырды? О жерде химиялық бүкіл процестердің бәрі тура сол дәл болып өтуін қайдан келді ол? Ол әшейін бола салса, онда 100 000 жыл бұрынғы алма қазір басқа алма болар еді. Ол өзгеріп кете беру керек еді, өйткені ол ұқсас емес болып шыққаннан кейін екінші ретте, үшінші рет, 100-ші рет болған сайын ол ұқсамайды ол бір-біріне. Егер сіз ол эволюция, ол осылай өзінен өз болып қалды десең, бекерді айтыптың. Өйткені ше, осыдан қанша жыл бұрынғы мен дәмін көрген алма әлі сондай алма. Менің әкем 90-ның үстіне шығып 100-ге жағындап қалды. Сол бала кезінде жеген алмасы әлі жегізсең, әлі сол алма. 100 жыл бұрынғы алма
Әлі сол алма ғой, өзгерген жоқ оның дәмі. Өйткені ол Алланың ісі. Сол жерде химиялық бүкіл дәлдік. Мысалы айтайық, сіз бір асхана аштыңыз. Асханада повар бар. Поварды ауыстырсаңыз тамақтың дәмі өзгереді, білесіз ба? Бірден өзгереді. Оны бір жерге барып жүргенде өз білесіз ғой, мысалы бір жерге барып, о, палау күшті екен дейді. Барып жеп жүрсең бір күн палаудың дәмі кетеді. Не болды? Бірден түсінесің. Поварды не қуып жібердің ба, не қылдың дейсіз. Ақшасын келсе алмадық деп шығады сосын қожайын. Бірден түсінесің да. Ал енді ойлаңызшы, қанша ғасырлар бойы келе жатқан алманың дәмі өзгерген жоқ, повар өзгерген жоқ. Білесіздер ма? Бүкіл әлемдегі ережелер өзінен өз болып жатқан жоқ қой. Айтпағым пікір. Аллаға сізді жақындататын ол пікір. Алланы ойлауды үйретіңіз өзіңізге. Ойлау керек соны. Көп-көп. Алланың құдіреті. Мынада да, мынада да, мынада да. Енді не алып келеді деңіз? Адамның миы сондай екен ғой. Сіз егер соны үйрете берсеңіз, ми айтады екен ғой сізге. Бірінші кездерде қиын болады, екінші кездерде сізге ми өзі тауып беретін болады. Мына жерде Алланың құдіреті бар. Ана жерде де бар. Ана жерде де бар. Мына кеше айтқанда Нексия сияқты ғой. Нексия машина сатып алғансың, бәр жерде Нексия көргендей, Алланың құдіретін бәр жерден көре бастайсың. Алланың құдіретін бәр жерде көре бергеннен кейін миыңыз айт, сіз оны жақсы көресіз деп сендіргеннен кейін сіз сол махаббат жүрегіңізге отыра бастайды. Ал жүрекке Алланың махаббаты келген сайын басқаға деген махаббат кете береді. Түсінесіз ба? Өйткені білесіз ғой, көп мысалдар бар. Бір стаканның ішінде қара су, лай су құйып қойсаңыз, оның үстіне тағы ақ су құйдыңыз. Ол бірден тазармады. Тағы да құясыз, тағы да құясыз, тағы да құясыз. Бірнеше рет құйғаннан кейін анау су ауысып, ақыр тап-таза мөлдір су болады. Біздің жүрегімізде түрлі күнәлармен, түрлі құдайсыздықтармен, түрлі дүниеменен басқа шайтанның салған азғыруымен толып қалған тоқырлап. Бірақ оны қалай тазалаймыз? Осылай пікірменен, зікірменен тазалаймыз. Және ең соңғы нәрсе пікір, зікір және амал деді, құрметті жақсылар. Амал. Амалдың да біздің өмірімізге рөлі өте жоғары. Сіз намаздан дәмін алу үшін амалға бару, сол барып атқан намаздан көп адамдар сол, мен дәмін сезіне алмай жатырмын. Неге? Өйткеніше сізде сол намаздың алғашқы екі составляющийсі жоқ. Пікір менен зікір жоқ сізде. Сіздің тіліңізден өтіп жатыр әшейін. Жүрегіңіз базарда жүр, тіліңіз басқа жақта жүр, өзіңіз жат тұрып жатсыз. Сондықтан намазда дәм жоқ. Не істейміз енді? Амалымыз түзейміз. Қайталай беру керек қой амалды. Ол әдетке айналғанға дейін қиналасың. Саған қиын болады ұйқыдан тұру, таң намазын ұйықтап қаласың. Ораза тұтқанда қарның аша береді. Намазға баратқанда аяғың ауырады, жалқаулық қылады. Ана имамның оқыған сүрелер ұзын болып кетеді. Осы неғып қысқа сүре оқымайды, осы да бір. Сонда осы кезде бір ұзын сүре оқып кетіп деп. Мысалда, соның бәрі ол алғашқы кездерде ғой ол. Өйткені сенің намазға деген әлі ықыласың да, оның қадірі де сізде жоқ әлі. Сол амалды қайта-қайта жасау арқылы сіз түзелесіз. Сол амалда сондай сиқыр бар, сондай қасиет бар. Сіздің ойыңызды түзейді, сіздің пікіріңізді түзейді. Өйткені сол амал сізді егер оймен, пікірмен жасалса ғана. Сол үшін намаз өзінің сыртымен емес, ішіндегі бүкіл бәрімен қосылып жасалу керек. Сіз зікірді бүкіл бәрін қосып үйрендіңіз ба? Осыны қайталау арқылы енді амалды да осылай үйренесіз. Ол қаншалық уақыт алады? Мүмкін 1 жыл, мүмкін 5 жыл, мүмкін 30 жыл, мүмкін 3-ақ күн, мүмкін 3 минут. Ол сіздің дайындығыңызға қарай. Бірақ сондай еңбектен кейін сіз Аллаға жақын боласыз. Сіздің бүкіл амалыңыз, ішіңіз, тіліңіз, көзіңіз, құлағыңыз Аллаға толады. Ал енді хадис орындалды ма? Мен оның көріп тұрған көзі болам, естіп тұрған құлағы болам,
жүріп тұрған аяғы болам. Осы сөз орындалды ма? Орындалды. Ендеше сол хадистің қалғаны да орындалады. Не сұраса беремін. Пана сұраса мен оның панасы боламын. Сондықтан құрметті жақсылар, Аллаға жақын болу, ол үлкен қасиет, сіздің жүрегіңіздегі арман. Бірақ оған жетудің жолын осы өте қысқа бір лекцияда айтуға әрекет жасадым. Бірақ оның ішінде үлкен ашуымыз керек, оған талдауымыз керек болған дүниелер көп, бірақ барынша сізге қарапайым ғылымды аптастап, жаңа не дейді, термин сөздерін бәрін құртып, сіздерге барынша анау заманауи психологияны бәрін қосып бір жеңіл қылып айтқан сымағым бұл. Негізгі айтпағым, қорытып айтатыным, құрметті жақсылар, Аллаға жақын болам десеңіз, бүкіл әлемнің патшасына жақын боласыз. Осы әлемнің бүкіл инструкциясын түсінесіз. Және де осы бір үш үлкен нәрсені түзетесіз. Осы түзелсе, сіз Аллаға жақын боласыз. Кеңестерімді шама жеткенше орындап көріңіз. Мен өте қысқа және қарапайым кеңестер айттым. Аллахым істеріңізге береке берсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк.